Muqaddes kitap. Muqaddes kitap қаяқтан пайда болған? Тимофейге жазылған 2-ші хат 3-ші бап 16-ші аятта Muqaddes жазулардың һәммесі Құдайдың Muqaddes рухының илһамы менен жазылған деп айтылған. Демек, Muqaddes кітаптың тихары Құдай болып табылады. Яқ, Құдай сөздерді өзі жазбады дегенменен әрбір сөздің артында өзі тұруы үшін ол авторлардың ақылын бағдарлап отырды. Muqaddes кітаптың түзілісі де айрықша тасдиқланған болуы тиіс. Бұл 40 ямаса 10-нан да көбірек әртүрлі адамдар тарапынан 2000 жыл давамында жазылған 66 кітаптың жинағы болса да, ол мінсіз бірлік һәм ізбе-ізлікке ие болған бір кітап болып табылады. Muqaddes кітап біздерге қандай жәрдем береді? Ол тәлім беру, әшкералау, дүзету һәм хақиқатлық бойынша тәрбиелеу үшін пайдалы. Демек, Muqaddes кітаптың мақсаты мыналар болып табылады. Тәлім беру, Құдайдың хақиқатын үйретеді. Әшкералау, Құдайдың жолынан бұрылдың, сені әшкералайды. Дүзету, Құдайдың жолына қайту үшін жәрдем береді. Хақиқатлық бойынша тәрбиелеу, керекті мінез-құлықпенен қалыптастырады. Тимофейге жазылған 2-ші хат 3-ші бап 16-ші аятта Muqaddes жазулардың һәммесі деп айтылғанда, бұл не нәрсеге сілтеме беріп атыр? Әлбетте, бұл негізгі нұсқа болған қол жазбаларға тиісті болып, осылар тикарында Muqaddes кітап жазылған. Бірінші болып Muqaddes кітап жазылған сол негізгі қол жазба бізге жетіп келген бе? Яқ, бірақ та біз бірінші қол жазбаны білетінімізге сенімліміз. Өйткені, біріншіден, басқа қол жазбалардың сақланып, біздерге жетіп келгені сияқлы, яһудилер оны біздің заманымызға дейін сақлап жеткізген. Олардың низам мұғалімлері әрбір әріп, әрбір буын, әрбір сөз һәм параграфқа арналған кестелерді сақлап қалған. Олардың мәдениетінде осындай вазифаны орындайтын арнаулы қойылған адамдар бар. Осы адамдардың жалғыз жауапкершілігі сол хүжетлерді мінсіз анықтықпен сақлап, кейінгі әулетлерге жеткізіп беру болып есептелген. Ал Платонның, Аристотельдің һәм Сенеканың әріптері мен сөздерін біреу есептеп шыққан ба? Екіншіден, дүнияда Платон, Аристотель ямаса Сократ сияқты классиклердің қолжазбаларынан көре Muqaddes кітаптың ізбе-ізлікте жазылған нұсқалары көбірек. Дүниядағы әйемгі әдебиетлар ішінде жаңа келісім сияқлы жақсы тасдиқлаушы бай текстке ие болған ешқандай әдебиет жоқ. Жаңа келісімге келсек, біз оның тамамланған мыңдаған қолжазбалардың һәм еледе көбірек нұсқалардың өзінділеріне иеміз. Бүткіл жаңа келісімнің ямаса оның кеңейтілген бөліктерінің 5000-нан астам нұсқалары бар. Бұған қосымша, біз жаңа келісімнің бірнеше мыңнан көбірек үзінділеріне һәм кішкене бөлімлеріне иеміз. Егер бұл санлар басқа әйемгі тарихтағы минетлерге салыстырғанда үлкен болып көрінбесе, онда жаңа келісімнің хүжжетпенен тасдиқланған қолжазбалары һәм нұсқалары басқа минеттердің хүжжетпенен тасдиқланған қолжазбаларынан анағұрлым басым келеді. Мысалы, Гомердің Илиадасының 700-дей нұсқасы һәм Аристотельдің минетлерінің аз ғана нұсқасы бар. Солай етіп, іс хүжжетпенен тасдиқлауға жетіп барса, санлар жаңа келісім тәріптеп басым келеді. Басқа әйемге жазбалар менен салыстырғанда, классик әдебиеттің қалеген 10 шығармасынан гөрі Muqaddes кітап өзін жақлау бойынша анағұрлым көбірек хүжетлі тасдиқлауларға ие. Ал ескі келісімді хүжет бойынша тасдиқлау хақында не айта аламыз? Бұл мақаланың көлемі материалды бірме-бір баяндауда азлық етеді, бірақ ол хәттен тыс пұхта. Мысалы, өлі теңіз қолжазбаларының бір бөлігі болып табылатын қолжазбалар біздің заманауи ескі келісім нұсқаларымыздың хәттен тыс пұхта екенін көрсетеді. Матта жазған қошқабар 5-ші бап 17-ші һәм 18-ші аятлар. Сіздер менің Muqaddes низамды ямаса пайғамбарлардың жазуларын бекар етуге келді деп ойламаңлар. Мен
Bekar ету үшін емес, ал орынлау үшін келдім. Сіздерге шынын айтып тұрмын. Аспан менен жер жойылмағанша, мұқаддес низамның бір әрібі де, бір нұқады да жойылмайды. Барлығы да орындануы тиіс. Иса ескі келісімнің толық пұқталығын һәм абырайын осылай тасдиқлайды. Үшіншіден, Масихи жәмәттің бірінші әсірлерінде дін ұламаларының белгілі бір саны жаңа келісімнен аяттылар келтірген. Олар жаңа келісімнен соншелік көп аяттар келтірген болып, жаңа келісімнің 27 кітабының тек 11 аятынан басқа әр бір аятын бөлек-бөлек келтірген екен. Бұл іс жәмәат тарихындағы дәслепкі бірнеше жүз жыл давамында болып өткен. Біз және де жаңа келісімнің көпшілік бөлігі Иса Масихтың өлімі һәм өлімнен тірілуінен бірнеше ондаған жылдар өткеннен соң жазылғанын да қосып айтқымыз келеді. Мысалыға, Коринтілерге жазылған бірінші хат 50-ші жылдары, яғни Масихтың өлімі һәм өлімнен тірілуінен 20 жылдан кейін ямаса сол шамада жазылған. Бұл әхметлі, өйткені Коринтілерге бірінші хат 15-ші бапта қош хабар хаттарының тикарлық сөздері бар. Олар Масихтың өлімнен тірілуінің ахметі туралы сөз етеді һәм өлімнен тірілген Масихты 500-ден астам адам көргенін тасдиқлайды. Коринтілерге бірінші хат жазылған уақытта тірі болған адамлар бұл хатта айтылған сөздерді бекемлеу, ямаса сынға алу үшін жақын жерде болған екен. Осы дәлелдердің һәммесі менен біз бірінші тикарды пұқталықпенен сәулелендіреді деп заманауи мұқаддес кітапқа сене аламыз. Ол біздерді бұған міннетлі қыла алады да, бірақ біздер не үшін мұқаддес кітапқа сенуіміз керек? Келіңдер, әр тәріплеме қарап шығайық. Бірінші, орынланған пайғамбаршылықтар. Жаңа келісімде Иса Масихтың өмірі, өлімі һәм өлімнен қайта тірілуінде ескі келісімнің орынланған 300-ден астам арнаулы пайғамбаршылықтары бар. Ғайры табиғи әдебиет үлгісі менен іс алып барушы әр бір адамды ескі келісім жазуларының пайғамбаршылықтары толық орынланғаны арқылы сендіру үшін жеткілікті. Құдайдың өзі мұқаддес жазуларда мәңгілік ізбе-ізлік орнатқан һәм бұл олардың Құдайдың сөзі екені туралы гуалыққа ие. Ескі келісім пайғамбаршылықтары орынланғаны бойынша айрым мысалдар мыналар болып табылады. Иса қыздан туылады. Ишая пайғамбардың кітабы 7-ші бап 14-ші аят. Израилдің мессиясы, яғни майланған хүкімдар кішкене ауыл Бейтлехемде туылады. Миха пайғамбардың кітабы 5-ші бап 2-ші аят. Иерусалим һәм ибадатхана мессиядан, яғни хүкімдардан соң қиратылады. Даниил пайғамбардың кітабы 9-ші бап 26-ші аят. Израилдің көпшілік бөлігі Исаны қабыл етпейді. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші бап 1-ші аят. Исаны жек көреді һәм оны қабыл етпейді. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші бап 3-ші аят. Исаны қорлайды. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші бап 4-ші аят. Исаның үстінен нахақ хүкім шығарады. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші бап 8-ші аят. Иса бай адамның қабіріне жерленеді. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші бап 9-ші аят. Исаны 30 теңгеге сатады. Зехария пайғамбардың кітабы 1-ші бап 12-ші аят. Исаны достысы сатады. Забур кітабы 40-ші бап 10-ші аят. Оның қоллары һәм аяқлары шегеленеді. Забур кітабы 21-ші бап 17-ші аят. Оның бүйірін найза менен теседі. Зехария пайғамбардың кітабы 12-ші бап 10-ші аят. Адамлар оның киімі үшін шек тастатады. Забур кітабы 21-ші бап 19-ші аят. Оның үстінен күледі. Забур кітабы 21-ші бап 8-ші аят. Оған ішу үшін өт һәм сіркені береді. Забур кітабы 68-ші бап 4-ші аят. Оның ешбір сүйегі сындырылмайды. Забур кітабы 33-ші бап 21-ші аят. Ол өзін таслап кеткенін айтып нала шегеді. Забур кітабы 21-ші бап 1-ші аят. Бұл аятлардың һәммесі Иса туылмастан бірнеше әсірлер бұрын жазылған еді. Мұқаддес кітапты іздетлең һәм сіз оннан көп нәрселерді табасыз. Бұлар тосаттан болған әп-айы уақиялар емес.